Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ана тілі 1-ші сынып, 39-40 сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін. Балалар, сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпа. Олай болса, бастайық. 39-шы сабақ. Бірінші жаттығу: санамақты тыңда, мазмұнын қимылмен көрсет. Саусақ жаттығулары. 1, 2, 3 деп жұмайық, қалсын ептеп тыңайып, саусақтарым салалы өнерпазға лайық, оңға, солға иейік, жұдырық қып түйейік, биші-күйші болуға тұр саусағым сұранып. Алақанды ашайық, көкке шашу шашайық, қимылдатып аспанда жаттығулар жасайық. Болат Үсенбаевтың жазған өлеңі. Балалар, осы санамақта берілген өлеңді бірнеше рет қайталап, оны қимылмен көрсетіңдер. Екінші жаттығу: санамақты жатқа жаз. 1 дегенім білім, 4 пен 5-ке ілін. 2 дегенім еңбек, еңбек етсең өнбек. Нұрлан Қалқаның жазған өлеңі. Бұл өлеңді балалар жұмыс дәптерінің 40-шы бетінде 2-ші жаттығу деген жерге әдемі етіп көшіріп жазып ал. 3-ші жаттығу: адамның көңіл күйі жүзінен білініп тұрады. Оны неден байқауға болады деп ойлайсың? Қуанған кезде түрің қандай болатынын көрсет. Ал ренжігенде қандай болады? Суреттегі балалардың көңіл күйі қандай? Соны ишарамен білдір дейді. Балалар, суретте көптеген балалардың суреті берілген. Олардың көңіл күйі қандай екенін анықтайық. Мысалы, Айгүл өте көңілді, себебі оның көңілді екенін күліп тұрғанынан байқауға болады. Мәди таңғалып тұрған секілді. Зәуре болса ойланып отыр. Кемел ашуланып тұр. Үнжу жылап тұр. Әлихан өте қатты ренжулі екенін байқауға болады. Яғни біз балалардың түрінен көңіл күйінің қандай болып тұрғанын анықтай аламыз. Оны біз оның ишарасынан байқайды екенбіз. Дәл осылай өзіңнің көңіл күйіңнің дәл қазір қандай екенін анықтау үшін бір-біріңе көрсетіңдер. Енді жұмыс дәптерінің 40-шы бетіндегі мына тапсырмамен аяқтаймыз. Санамақты балалардың атын қойып жалғастырып жаз дейді. Бізге мынада керекті сөздер берілген: Үміт, Елжан, Бекжан, Телжан. 1 дегенім Біржан, 2 дегенім Елжан, 3 дегенім Үміт, 4 дегенім Телжан, 5 дегенім Бекжан деп жұмыс дәптеріне толықтырып жазып ал. 40-шы сабақ мәтін. Әрі қарай жалғастырайық. Бірінші жаттығу: оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Бізге оқығанның көзі ашық деген мәтін берілген. Мына жерден біз мәтіннің орындарын ауысып кеткендігін байқап отырмыз, я? Бұл Сафуан Шаймерденовтың берген мәтін екен. Олай болса, мәтінді реттестіріп алайық, содан кейін барып оқимыз. Мәтін былай басталады. Жанна оқығанның көзі ашық деген мақалды оқыды. Бұл не деген сөз деп сұрады. Оқыған адам көп біледі. Көзінің ашық болатыны содан, дедім мен. Бірде Жанна қолына сия жұқтырып алды. Мен оған: қолыңды сула, дедім. Сіріңке шырпысының күртімен сияны ысқыладым. Содан кейін қолы тап-таза болды. Мұны кімнен көрдің, әке, деп сұрады Жанна. Ешкімнен көрген жоқпын, кітаптан оқыдым. Оқыған адамның көзі ашық деген осы, дедім. Яғни мына жерде біз балалар мәтінді реттілік бойынша, бөліктері бойынша реттестіріп қойып шықтық. Мәтін неше бөліктен тұрады дейді. Мәтін, балалар, міне бірінші бөлігі, мынау екінші бөлігі, мынау үшінші бөлігі. Яғни бұл мәтін 3 бөліктен тұрады. Басы, ортасы және соңы. Мәтіннің мазмұнын айт дейді. Балалар, мәтіннің мазмұнын айтып үйреніңдер. Есіңде сақта: ертегі, жұмбақ, мақал, әңгіме, өлең бәрі мәтінге жатады. Яғни біз жаңа оқыған әңгімемізде мәтін. Екінші жаттығу: көркем жаз. Жұмыс дәптерінің екінші жаттығу деген жерге мына мақалды әдемілеп жазып ал. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған дейді. Яғни кез келген қалауыңды сен білім арқылы, өзіңнің өнерің арқылы таба аласың.
Үшінші жаттығу тиісті әріптерді қойып, дөңгелек ішіне жасырынған сөздерді тауып жаз дейді. Балалар, бұл жаттығуды бірден жұмыс дәптеріне орындасаңыздар болады. Жұмыс дәптерінің 41-ші бетінде осы тапсырма көрсетілген. Бірінші сөз бізде мектеп, екінші сөз бізде дәптер, үшінші сөз бізде мұғалім екенін жазып ұғып ал. Осымен бүгінгі сабақтарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.